Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Әма Толка. Бүгін менде жетім қыз деген сериал болады. Бұл бірінші сериясы достар. Насып тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Жүре ғой Әлин, енді бұл сенің үйің. Әли апа, сізді де мен анашым дей берсем бола ма? Әрине қызым, жүре ғой. Жақсы анашым. Жүрсем бөлмеңді таныстырайын. Вау, қандай керемет, жақсы. Сізге көп рахмет анашым. Иә, жақсы қызым. Киімдеріңді ауыстырып болғасын, асхана жаққа кел. Соғанда түскі асымызды ішіп аламыз, дей ма? Жарайды. Жақсы. Тез келе ғой. Айтпақшы, сен жетім үйінде бастығыңнан сенің не ұнататыныңды біліп, кітаптар тапсырыс бердік. Ақшамыз жеткенше тапсырыс бердік. Я, рахмет көп. Айт, жақсы. Менден мұндай бақытты адам жоқ шығар. Күшті бөлмем бар. Рақат маған. Келе қызым. Не істеп жатсыз? Және тамақтарын пісіріп жатқанбыз сковородкаға. Дайын болды, енді кел. Отыра ғой қызым. Ас болсын. Анашымна қызың не? Бұл біздің күнделікті жейтін жеміс сусынымыз. Сіздер сонда шай ішпейсіздер ме? Жоға. Мам, қараңыз. Мынау кім тағы да? Мам, айтып едім ғой алдында. Қайдағы бір бейшаралада кеп. Енді мені жақтамай, ана қызды жақтан деп тұр. Бір неменеге шақырды екен. Үйде бала көп, бала аздай. Мен болам осыған. Жаным қызым, ренжіме оған. Жарайды. Көңіліңді түсірмей-ақ қой. Жарайды. Мен нағызбен отырып шай ішемін ба не? Ас болсын. Рахмет. Бірақ осыдан кейін қалай ас болады? Дым тамақ батпайды. Болды, қыз қойшы. Қоймай. Асықпай жесеңші. Мен қатты қарным ашып тұр. Ой, абжора. Дым тамақ бермейді шығар. Қызым, қой болды. Тағы бірдеңе жейсің бе? Иә, қазір. Бірдеңе қуырып жіберейін тағы да. Қазір қызым пісіп қалды. Неге суыңдадан қойып берейін. Күте тұра ғой. Анашым негізі пісірмеуді керек. Мен күтте топ қойып едім. Қызым, жеп ал. Кел, екеуін сап берейін. Мам, даже бұлай маны сап бермейді жарсыз. Қызым қойшы, кел, ас болсын болды. Адалдықпен адаласымызды шейік. Мен болдым өздерін жинап алыңдар. Не құшынап кеттім? Жетім үйінде біздің ішкен асымызды бізге жинатып қоятын. Жарайды, отысты өзім жуай берейін. Ас жоға өзім жуай берем, сіз демалай беріңіз. Жаным сол, ертең саған тағы бір ойыншық әкеп берем. Рахмет. Жарайды. Қандай тәртіпті бала. Ана қандай күшті кітап, оқуға өте ыңғайлы кітап екен. Ана кітаптар қандай екен, мына жерге оқып көре берейін. Бұл мен арманымдағы кітап қой. Болды, осыны оқимын енді. 203 бет. Бәрібір маған оқи беремін. Және де басқа кітаптарды оқиын. Мына қызды бірдеңе қылып үйден кетіру керек. Не ойластырсам екен, басым қатып кетсегі.